Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Квалтестте педагогикадан келіп жатқан жаңа сұрақтар кезегімен таныс болыңыздар. Жаңа дайындық материалдарын алу үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Алдыңғы бөлімдерді менің арнамнан көре аласыздар. Бірінші сұрақ. Жаңа педагогика тәсілдемесінің аясында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар. Жауабы: электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды. Қайталаймыз. Жаңа педагогика тәсілдемесінің аясында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану барысында оқушылар электронды тасығышқа ақпаратты сақтайды. Екінші сұрақ. Көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Жауабы: оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Қайталаймыз. Көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Үшінші сұрақ. Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал. Жауабы: оқушылардың диалог құру нәтижесі. Қайталаймыз. Выготскийдің оқу моделі негізделген жорамал оқушылардың диалог құру нәтижесі. Төртінші сұрақ. Адамның есте сақтауында негізгі орын алатын, санаға ақпарат енгізуді жүзеге асыратын жады. Жауабы: қысқа мерзімді жады. Қысқа мерзімді жады адамның есте сақтауында негізгі орын алатын, санаға ақпарат енгізуді жүзеге асыратын жады. Бесінші сұрақ. Айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі. Жауабы: кумулятивтік. Қайталаймыз. Кумулятивтік дегеніміз айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі. Алтыншы сұрақ. Скиннер көзқарасы бойынша адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз қылықтарын елемеу және жаза қолдану оперантты шарттылық деп аталады. Жетінші сұрақ. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Қайталаймыз. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Сегізінші сұрақ. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Жауабы: оқушының сұраққа жауабын тыңдау. Тоғызыншы сұрақ. Бағалаудың барлық түрлеріне 3 сипаттама тән. Соның ішінде оқушының жауабын критерийге сәйкес талдап түсіну үшін. Бұл жерде критерийге сәйкес талдап түсіну үшін деген көмекші сөздер. Дұрыс жауабы: интерпретация. 10-шы сұрақ. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Дұрыс жауабы: оқушыға бағдарланған. Қайталаймыз. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы оқушыға бағдарланған. 11-ші сұрақ тура 10-шы сұрақ сияқты, яғни балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Бұл жерде келген сұраққа қарай жауабына қарайсыздар. Екі жауаптың біреуімен келеді. Яғни бірінші жауап дұрысы оқушыға бағдарланған болса, екіншісі жас ерекшелігіне бағдарланған. 12-ші сұрақ. Балалардан қабілеті жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда
тәсілдерді пайдаланбауы. Флейвел бойынша дұрыс жауабы өнімділік тапшылығы. Қайталаймыз. Балалардың қабілеті жетіп тұрса да, кеңес берілмеген жағдайда тәсілдерді пайдаланбауы Флейвел бойынша өнімділік тапшылығы деп аталады. 13-ші сұрақ. Баланың танымдық дамуының сипаттамасы. Жауабы оқу және проблемаларды шешу. Оқу және проблемаларды шешу баланың танымдық дамуының сипаттамасы. 14-ші сұрақ. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті. Жауабы ұқсастық бойынша пайымдау. Ұқсастық бойынша пайымдау білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті. 15-ші сұрақ. Бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығаратын тұлға аралық және тұлға ішілік үдеріс. Жауабы шығармашылық. Қайталаймыз. Бірегей, жоғары және сапалы және дана нәтижелер шығаратын тұлға аралық және тұлға ішілік үдеріс шығармашылық үдеріс деп аталады. Кезекті бөлім аяқталды. Видео сабақ пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі бөлімде кездескенше.